أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман қауым, ардақты ағайын, ниеттеріңіз қабыл болсын, жұма баршаңызға мұбарак болсын. Алла тағалам басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Әлхамдулилля, тағы бүгін Алла тағала сіздер мен біздерді қауыштырып отыр. Кеше ғана жұма оқыған сияқты едік, кеше ғана басқа мезгіл, басқа уақыт еді. Кеше ғана қаңтар басталған сияқты еді, мінекей қаңтар айы бітейін деп жатыр. Кеше ғана қыс басталған сияқты еді, мінекей қыста бітейін деп жатыр бір айдан кейін. Ережеп айы басталды, мінекей одан кейін тағы да бір апта өтіп кетті. Сұмдық уақыт деген, солай ма? Заман, уақыт деген зымырап өтіп бара жатыр ардақты ағайын. Сондықтан әрбір күнімізді, сағатымызды, уақытымызды бағалайық. Уақыт әл-уақту кас-сайфи дейді ғұлама ғалымдар. Уақыт қылыш сияқты дейді. Қылыш сияқты. Сен оны дұрыстап пайдаланбасаң не істейді? Қылыш сияқты кеседі. Яғни өтеді де кетеді деген сөз ғой болды. Көзді ашып жұмғанша. Шаранамен туып едің, бөз оранып өтесің дейді шәкәрім атамыз. Яғни біз дүниеге қалай келген болсақ, бір күні кетеміз соңында. Бірақ сол кететін уақытты айтам. Өте тез өтіп кетеді деген ғой. 60 жас, 70 жас, 90 жас. Мына жерде отырған 90-ға келген, 80-ге келген аталарымызды сұрайықшы қазір. Ата, өмірі қалай өтіп жатыр деп. Бұл кісілер айтады, шырағым-ай, не айтайын, несін айтайын саған? Өтті де кетті ғой болды, көзді ашып жұмғанша деп айтады бұл кісілер. Ал жастан сұрасаң, уақыт көп сияқты. Жастардан сұрасаң, әлде де алда уақыт көп сияқты көрінеді да. Бірақ қазақта керемет сөз бар. Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде деген сөз бар ма? Бар. Соны байқасаңыздар, көбінесе үлкен кісілерге қолданады негізі біздерде. Қарт кісілер, ақсақал кісілерге, әй, бір аяғы жерде тұр, бір аяғы көрде тұрған адам ғой деп айтып қоямыз да негізі. Бірақ бұл тек қана ақсақалдарға қатысты ба? Жоқ. Бұл тек қана ақсақалдарға қатысты емес. Иә, оның да бір негізі бекер айтылмаған ғой. Адам қарттық келген кезде әл ауқаты кетеді, күш қуаты кетеді. Киімін өзі кие алмай қалуы мүмкін, отыра алмай қалуы мүмкін, аяқ ауырады, бел сырғайды, бас ауырады, денсаулық кетеді. Сапа кетеді денеден. Әсіресе көбінесе өзін күтпеген, күтінбейтін, спортпен айналыспайтын, көп жүрмейтін адамдар көбінесе не істейді? Денсаулықтан тез айырылады да. Әсіресе көп уайымдайтын адамдарда стресс көп болады, оның жүрегі ауру болады, басқа деген сияқты. Yani сол мағынада қарттық дәрежеге келген, бір аяғы көрде әлсіреп тұрған адам деген мағынада ғой. Бірақ шындап келсек, оның астарына қарайтын болсақ негізінде, ардақты ағайын, әрқайсымыздың бір аяғымыз жерде, бір аяғымыз көрде тұр. Яғни ешқандай гарантия жоқ. Әрқайсымыз, ол 10 жастағы бала болсын, 70 жастағы ата болсын, 80 жастағы, өлім кешке уақытта келеді. Бірақ менің айтқым келіп отырғаны, сол сәт қашан келеді? Кім біледі бұны? Ешкім білмейді. Алладан басқа ешкім білмейді. Және ол уақыт өте тез өтіп бара жатыр ардақты ағайын. Тез өтіп бара жатыр, өте сұмдық өтіп бара жатыр. Сондықтан мұсылман әрдайым не істеу керек? Өзінің уақытын өте қатты бағалау керек. Бос уақыттарды бос жібермеу керек. Алла тағалам біздерді осы исламнан айырмасын, Құранымыздан айырмасын, пайғамбардан айырмасын. Ақыретті ұмытпайық, дүние жалған, бір күні бітеді бір күні. Бала шағамызды бағайық, тіршілігімізді жасайық, дүниемізді табайық. Алла тағалам әрбір қазаққа басына баспана нәсіп етсін. Әрбір қазақтың қарны тоқ болсын, киімі бүтін болсын, көйлегі көк болсын. Әр қазақтың үйі болсын, жайы болсын, бай болсын, бақуатты болсын. Бірақ әр қазақтың жүрегінде иманы болсын, тақуалығы болсын. Сол маңызды. Байлық болмаса да, үй болмаса да, мәшинең болмаса да, бірақ жүрегіңде иманың болса, Құдайға деген сенімің болса, әйтеуір бала шағыңды аш қалдырмай, біреуден ілгері, біреуден кейін әйтеуір бала шағыңды бағып, қарнын тойдырып, аш қалдырмай өмір сүрсең, әлхамдулилля. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ең бай мұсылман кім дейді? Астында өзінің мініс аты бар, басында бір шатыр бар, үйі бар, және
бала шағасын асырайтында күнкөрісі бар, жұмысы бар адам бай адам дейді. Яғни негіз ол жерде нағыз бай адамның өлшемі бұл байлықпен. Біз ойлағандай ақшамен, атақпен есептелмейді. Байлық не ол біздің? Мына өміріміз біздің байлығымыз. Мына жүректегі иманымыз біздің байлығымыз. Мына тыныштық, елдің тыныштығы байлық. Міне осындай рахаттанып, мешітке келіп, уағызымызды айтып, маңдайымызды сәждеге қою, алдымызда ораза келе жатыр иншалла. Рамазан айында оразамызды ұстап, айтымызды айттап, қажылығымызға барып, мінекей байлық деген осы. Қасында бала шағаң, қарын тоқ болса, киім бүтін болса, иә, әрине кейде өкінішке орай нәпсіге беріліп, неге анада бар нәрсе менде жоқ деп кейде не істейміз, өкінішке орай шектен шығып кетеміз. Кейде шүкірсіздік қылып қоямыз. Аллаху Тағала не істеп қойған Құран-ы Кәрімде бұған байланысты көптеген ескертулер жасаған. Не істеңдер? Шүкір етіңдер. Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун. Ей, менің пенделерім, мені егер зікір етсеңдер, мені еске алсаңдар, мен де сендерді не істеймін? Еске аламын. Сендерді мен қамқорыма аламын, мейіріме бөлеймін сендерді. Олай болса не істеңдер? Вашкурули, маған шүкір етіңдер. Ва ла такфурун, күпірлік етпеңдер дейді. Аллаға күпірлік ету бұл мұсылманға жараспайды. Ал не нәрсе жарасады мұсылманға? Мұсылманға Құдай Тағаланың тағдырына мойынсыну. Еңбегіңді етесің, ақылыңды жұмыс істейсің, Құдай берген күш қуатыңды жұмсайсың, өнер ізде, білім ізде, дамы, байы, басқан жаса, бірақ не істеме, өзіңнің бейшара, әлсіз пенде екеніңді ұмытпа. Бір күні болса бір күні мына уақыттың бітіп қалатындығын ұмытпайық. Бір күні болмаса бір күні ең соңғы демнің келетіндігін ұмытпайық ардақтағай. Жас болсаң да, кәрі болсаң да, мына заман өтеді, ертең Құдай Тағаланың құзырына барлығымыз барамыз. Алла Тағалам осы бір берген санаулы уақытты тиімді, сондай Құдайдың разы болатындай қылып өтуді біздерге нәсіп етсін иншалла. Бүгінгі тақырыбымыз Құран жайында болады ардақтағай. Мұсылмандардың бүкіл әлемдегі 2 миллиард мұсылманбыз ба? 2 миллиард мұсылманның қасиетті кітабы Құран жайында болады. Кешегі өртеп атқан пәлен түгендер өртеп атыр ғой Құранды. Сол өртеп атқан сол Құран жайында айтамыз бүгін иншалла. Оған да тоқталып кетеміз қазір. Оған да өзіміздің жеке мұсылмандық, өзіміздің адами пікірімізді, ұсынысымызды айтамыз иншалла. Құран Аллаху Субханаху ва Тағала тарапынан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям арқылы адамзатқа, бүкіл адамзатқа жіберілген қасиетті киелі кітап. 6236 аяттан тұратын, 114 сүреден тұратын қасиетті Құран. Мұсылманның иман шарттарының ең негізгілерінің бірі осы. Иман, кітаптарға иман келтіру. Яғни бір адам мұсылман болу үшін Алладан келген 4 кітапқа не істеу керек? Иман келтірген болу керек. Забур, Таурат, Інжіл және ең соңғы келген. Әлгі Забурды да, Тауратты да, Інжілді де толықтыратын, растайтын қасиетті Құран-ы Кәримге иман келтірмейінше ешбір адам мұсылман бола алмайды. Аллаға, оның періштелеріне, ақырет күніне, тағдырға, және қасиетті Құранға, Алладан келген кітаптарға иман келтірмейінше не істей алмайды адам, мұсылман бола алмайды. Бірақ Забурды, Тауратта, Інжілді не істеді? Өкінішке орай адамдар тарапынан өзгертілді. Бірақ оны біз не істейміз? Інжілді негізгі түп нұсқасы Алладан келген аяттар деп қабылдаймыз, иман келтіреміз. Бірақ қазіргі қолданыстағы Інжіл, Таураттар не істеген? Өкінішке орай пенделердің тарапынан, бейшара пенделердің тарапынан өзгертілген. Тек қана өзгермей қалған не? Алла Тағаланың кәләмі, нұр дейтін аты бар, рух дейтін аты бар, зікір дейтін аты бар, әл-хақ дейтін аты бар, сондай кәләмулла дейтін аты бар, китап дейтін аты бар, Құран дейтін аты бар, қасиетті Құран-ы Кәрим ғана өзгермей қалды. Неге? Себебі Аллаху Субханаху ва Тағала Құран-ы Кәримде Бисмиллахир-рахманир-рахим Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құранды түсірдік. Зікір, көрдіңіз бе? Осы жерде зікір деген сөз қолданып тұр. Зикр. Яғни еске алу деп біз бұған дейін айтқан болатынбыз. Еске салушы адамзатқа ақиқатпен, ақпен қараны, тура жолмен адасқан жолды, жаман мен жақсыны, батыл мен хақтың аражығын ажыратып беретін, соны еске салатын, соны түсіндіретін не? Қасиетті Құран-ы Кәрим. Аллаху Субханаху ва Тағала не деп жатыр? Шүбәсіз ешбір күмән болмасын, осынау Құранды біз түсірдік, жер бетіне нәзіл қылдық. Және оның сақтаушысы да біз дейді Алла Тағала.
Яғни Құран-ы Кәрімді не істей алмайды ешкім? Өзгерте алмайды. Қиямет қайымға шейін өзгерте алмайды. Қиямет қайымға шейін істемейді бұл Құранды, ешкім бұзып өзгерте алмайды. Аллаху субхана ва тағала бұл Құранды 610 жылы, біздің осы жыл санағымызбен 610 жылы не істеді? Мекке қаласында, Хира үңгірінде не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірәйіл періште арқылы түсірді. Ең алғашқы 5 аяттың түсуімен не істеді? Құран-ы Кәрим нәзіл бола бастады. Иқра, бисмиллахир-рахманир-рахим. Иқра, бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам деген аяттар түсе бастады мінекей. Ол сондай қасиетті Құран-ы Кәрим, ардақты ағайын. Қадір түнде түскен қасиетті Құран. 83 жылға тең келетін қадір түні. 83 жылға тең келетін қадір түнін қасиетті қылған нәрсе не? Ғұлама ғалымдардың айтуынша мінекей осы қасиетті Құранның түсуі. Қараңыздар, сондай қасиетті Құран-ы Кәрим, бұл оқылуының өзі құлшылық болған қасиетті Құран-ы Кәрим. Әрбір әрбінің өзіне 10 жақсылық жазылатын Құран-ы Кәрим. Бір әрбін жоққа шығаратын болсаң, бір әрбін егер қабылдамайым деп жоққа шығаратын болсаң, діннен шығарып жіберетін Құран-ы Кәрим. Аллаху субхана ва тағала сондай біздерге жіберіп қойды осыншама аятты. Бұл адамзатты тура жолға жетелеу үшін, адамзаттың көзін ашу үшін, адамзатты дүниедегі фитналардан, бүліктерден, жаманшылықтан сақтау үшін, қорғау үшін жіберіп қойған қасиетті Құран-ы Кәрим. Аллаху субхана ва тағала Құран-ы Кәримде бисмиллахир-рахманир-рахим وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Біз саған, ей Мұхаммед, және сен үмметке, бүкіл адамзатқа әр нәрсені баяндайтын, ашықтайтын, және мұсылмандар үшін тура жол болған. وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Мұсылмандарға мейірім болған, сондай сүйінші болған, сүйіншілікті жіберген, және тура жолға жетелеуші болған не? Құран-ы Кәримді біз түсірдік дейді Алла Тағала. Демек, Аллаху субхана ва тағала, ардақты ағайын, Құран-ы Кәримді не үшін түсірген екен, ардақты ағайын? Қараңыздар, біз саған әр нәрсені баяндайтын, тибиянан, баян деген сөзден шыққан сол, баяндайтын. Яғни, мұсылмандар тура жолға жетелейді бұл Құран, және адамдарға мейірімділікті сыйлайтын, мейірімге бөлейтін Құран, және сүйіншілейтін Құран. Яғни бақытпен, жәннатпен, және тозақпен де ескертіп қорқытатын Құран-ы Кәрим осы. Аллаху субхана ва тағаланың адил дейтін сипаты сол. Әділ дейтін сипатын не істеп қойған? Тозақты да жаратып қойған, жәннатты жаратып қойған. Кім Алла Тағаланың Құранымен өмір сүрсе, сол Құранның жолынан таймайтын болса, Алланың жәннатына кіреді иншалла. Алла Тағалам сол жәннатқа кірген пенделердің қатарынан біздерді айырмасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не қылды дейді ең соңғы қоштасу хұтпасында? Екі нәрсе бар дейді. Кім-де-кім осы екі нәрседен айырылмайтын болса, онда не істейді ол адам? Еш уақытта адаспайды. Сол екі нәрсеге не істесін ол? Сондай жармасын айырылмайтындай. Сондай азу тістермен тістеп, әлгі жармасқандай не істемесін, айырылмасын дейді. Ол не ол? Құран және менің сүннетім дейді. Міне екі нәрсе. Құран және менің сүннетім. Осы екі нәрседен кім-де-кім айырылмайтын болса, ол еш уақытта адаспайды. Мінекей, біздің қасиетті Құранымыз тура жолға жетелеуші, адамдарға ақиқатты баяндаушы, мейірімділікке бөлеуші, сондай қасиетті Құран-ы Кәрим. Басқа аятта бисмиллахир-рахманир-рахим وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Өте маңызды аяттар, ардақты ағайын. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, саған осылайша әмірімізден не істедік? Өз тарапымыздан бір рух, яғни Құранды уахи еттік саған дейді. Бұның рух деп аталуының себебі дейді тәпсірші ғұлама ғалымдарымыз, адамға жан беретіндіктен. Рух деген біздің жанымыз ғой. Рух деген сөз неге арабша сөз? Рух, аруах деген соның көпше түрі. Яғни адамға мына жан болмаса адам өмір сүре алмайды ғой. Солай ма? Өмір сүре алмайды. Адамның рухы, жаны болмаса өмір сүре алмайды. Дәл сол сияқты адам баласы мұсылман не істей алмайды? Құрансыз өмір сүре алмайды. Құрансыз адасып кетеді адам баласы. Аллаху субхана ва тағала не істеді? Сонау Адам алейхиссаламнан бастап күні біздің ең соңғы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға дейінгі бүкіл пайғамбарлар не істеп қойған? Біреулеріне парақша, мұсхаф дейміз, кітаптар не істеп қойған, беріп қойған. Ең үлкен кітаптарды мен жаңа айттым. Оған дейін де не істеп қойған Алла Тағала? Кейбір пайғамбарларға сол Құран аяттарын жіберген, әмірлерін жіберіп отырған.
Бірақ бүкіл аяттарды, Інжілді де, Тәуратты да, Забурды да барлығын қамтитын ол Құран, қасиетті Құран. Алла Тағала не үшін жіберді пайғамбарға? Осы кітап бойынша не істеу керек? Мұсылмандар өмір сүру керек деді ол. Бұл біздің былайша айтқан кезде паспортымыз ғой. Түсініп тұрсыз ба? Біздің мұсылманның паспорты бұл Құран. Осы Құран не дейді? Сол мұсылман солай жүру керек болды. Құран біздерге не нәрсені тыятын болса, біз содан тыйылуымыз керек. Құран не нәрсені бұйыратын болса, істеңдер деп біз оны істеуіміз керек. Бұл сондай қасиетті Құран-ы Карим, ардақты ағайын. Адам баласының жаратылысынан бастап, мынау қабірге кеткенге шейін, өлгенге дейін бүкіл өмірі жазылған осының ішінде. Ақида мәселесі осының ішінде жазылған, сенімге байланысты. Отбасы мәселесі, қоғамдық мәселелер, ұрлық, қарлық, әділдік мәселелері, яғни мына Құран-ы Кәрімде қамтылмаған мәселе жоқ. Бұл сондай ауқымды Құран. Бұл нені білдіреді, ардақты ағайын? Бұл Құранның ақиқат екендігін тағы да бір дәлелдейді. Неге десеңіз, бүкіл мәселенің жауабы осы Құран-ы Кәрімде жазылған. Және оның ашықтаушысы, оның тәпсіршісі, ең алғашқы тәпсіршісі кім? Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз тәпсіршісі. Және айта кетейік, бірден астын сызып, бұл Құран сияқты көп оқылатын жер бетінде кітабы жоқ. Және Құран сияқты тәпсірленген жер бетінде кітабы жоқ. Ең көп тәпсір, 100 мыңдаған тәпсір кітап бар. Осы бір кітапты тәпсірлеу үшін не істеген? 100-деген мыңдаған ғалымдар кітап жазған, том-томдап кітап жазған. Көрдіңіз ба? Бұл нені білдіреді? Құранның ақиқат екендігін білдіреді. Не үшін арабша түсті? Неге осы Құран қазақша түспейді? Неге осы дін қазақта келмейді? Деген сұрақтар естіп жатырсыздар ма? Мәселені естіп жатырсыздар. Араб, неге араб, неге? Алла Тағаланың қалауы болды. Аллаху субхану ва тағала пайғамбарды сол арабтан, араб ұлтынан таңдады. Болды. Пайғамбар араб болды. Сол қауымды несін түсінікті болу үшін сол қауымның тілінде Құран түсірді. Болды. Араб тілінің өзі қасиетті сөз, тіл деген сөз емес ол. Құран, араб тілінде түскен Құран қасиетті, ардақты ағайын. Түсініп тұрсыз ба? Яғни қазақ тілі сондай қасиетті тіл емес, қазақ тілі. Құдайдың берген қарапайым бір тілі. Біздің сүйікті тіліміз, бірақ ол. Өзінің дәрежесі бар, құрмет көрсетуіміз керек. Өз тілімізді не істеуіміз керек, ардақтауымыз керек. Өз тіліміз біз үшін ең үлкен байлықтың бірі. Бірақ ол қасиетті емес. Яғни қандай мағынада? Құран мағынасында. Жаңағы сөздерге жауап беріп жатыр. Құран араб тілінде келгендігі үшін Құран не істеп? Алланың кәлам болғандығы үшін ол қасиетті, ардақты. Осыны білуіміз керек. Аллаху субхану ва тағала пайғамбарды сол араб қауымынан таңдағаннан кейін не істеді? Арабша түсірді Құранды. Ал енді сол араб тілінің бүкіл әлемдегі, бүкіл алпауыт, бүкіл әлемдегі ұлттарға не істеп қойған? Ұлттың тілінде Құран аударылып қойған барлығында. Тәржімасы бар барлығында, тәпсірлері бар барлығында. Құдай Тағала не істеп қойған? Барлығын жеткізіп қойған. Бұл сондай қасиетті Құран-ы Карим араб тілінің өзінің бір ерекшеліктерінің ең үлкен ерекшеліктігі, ардақты ағайын, көп тілдерге ұқсамайды. Мағынасы өте терең, өте ауқымды мағына. Сондай мына шеберлік жақтан, шешендік жағынан бай, шешендікке бай тіл Алла Тағала сондай жаратып қойған, ерекше қылып. Бір сөздің өзінде бірнеше мағынаны береді араб тілінде. Қазақ тілінде мысалы бір ғана мағына беретін болса, араб тілінде көп сөздер не істейді? Бірнеше мағынаны береді. Сондай не істейді? Жаңағы кең мағынаны қамтиды, қараңыздар. Егер деймін, ардақты ағайын, Құран пайғамбар деймін мысалға, ең соңғы пайғамбар қазақтан келсе мысалға, немесе қасиетті Құран қазақ тілінде келген болса мысалға, басқа тілдегі адамдар, ұлттың адамдары айта ма, айтпай ма? Неге бұл қазақ тілінде келеді деп? Неге бұл арабша келмейді? Неге ағылшынша келмейді бұл? Неге орысша келмейді деп айта ма, айтпай ма? Айтады. Яғни бұның соңы жоқ, ардақты ағайын. Бұл жай әшейін бір сылтау, өз-өзін алдау, жай әшейін тырнақтың астынан кіріздеу, бол, басқа ештеңе емес. Неге арабша? Бұны түсінбеймін мен, бұл не деген қиын тіл? Жоқ, бұл сылтау жай. Алла Тағала мінекей жазып қойған мына жерге. Баяндайтын адамдар осыны түсінсін, осыны оқысын деп біз не істеп қойдық? Құран түсіріп қойдық. Сен ізденсең, оны үйренсең, саған ешқандай қиындығы жоқ оны түсіну. Бұл жай әшейін сылтау. Яғни бір ағылшын тілінде Құран ағылшындарға түскен болса, пайғамбар ағылшыннан келген болса, басқа ұлт не істейді? Бәрібір оны ертең сұрайды. Дәл сөйтіп айтады. Неге бұл арабша келеді? Неге ағылшынша келеді? Деген сияқты. Әрине, ардақты ағайын, біздің уақытымыз оның бәрін ашықтауға жетпейді. Бұның басқа да үлкен маңызды хикметтері бар, ардақты ағайын. Оның географиялық мынау тұрған жерінің өзі маңызды. Аллаху субхану ва тағала неге ол жерге исламды сол жерден таратты? Неге ол жерге сол пайғамбар таңдады? Оның бәрі маңызды. Шөл дала,
дамымаған ештеңе жоқ. Кәдімгі мал бағып өмір сүріп жүрген адамдар ғой, тіпті керек болса егін де жоқ аяқта, сондай неғылмаған құрмадан басқа көп егін жоқ. Сондай шөл далада Алла Тағала не істеп қойды? Дінді келтірді, сол жерден таратты дінді. Исламды сол жерден таратты. Ал енді ең үлкен себептердің бірі, хикметтердің бірі, айналасың бүкіл Европаң бар, Азияң бар, басқаң бар, Фарси бар ар жағында, барлығының қақ ортасына қойып қойғанда Меккені. Не істеу үшін? Дінді сол жақтан жаю үшін. Жайылды ма дін? Жайылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең алғашқы ашық дағуат басталған кезде не істеді? Алланың әмірін осы Құранның аяттар жазып, дағуат жібере бастады. Бәріне, ана Рим империясына жіберді, фарсыларға жіберді, Европаға жіберді, дағуат жіберді. Атқа отырғызды, өзінің сахабаларын не істеді? Сол жақ дағуатқа жіберді. Жайды ма дінді? Жайылды. Сондай басқа да көп деген себептер бар ардақтар ағайын. Мен жаңа тек қана бірнешеуін ғана сіздерге баяндаған болдым. Аллаху субхана ва тағала біздерге осы Құран-ы Кәримді бекерден жіберген жоқ деп айттым жаңа. Осы мұсылман осы Құран арқылы не істейді? Жәннатқа кіреді. Осы Құранды оқу арқылы, оны түсіну арқылы және оның ішіндегі аяттармен амал жасау арқылы не істейді? Алланың разығына бөленді ардақтар ағайын. Бұл оңай болған жоқ. 23 жыл бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға не істеді? 23 жыл бойы түсіп келді. Яғни мына Құран, қолымызда тұрған Құран, бірден аспаннан дүңк етіп түсе салған жоқ. Жылдап, жай бөліп, я қараңыз, аят сүре болып не істеді? Түсіп отырды. Жәбірейіл періште арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не істеді? Түсінде, өңінде әр түрлі кейіпте не істеп түсіп отырды. Сөйтіп 23 жыл бойы түсті ардақтар ағайын. Сахабаларға бірден егерде, адамзатқа бірден Құран, осыншама мыңдаған Құран аяты түскен болса, оны бірден адам сіңіру мүмкін бе еді? Өте қиын болар еді дейді ғалымдарымыз. Яғни бірден түсініп кете алмайды, өте ауыр болады ол. Түсініп тұрсыз ба? Сол үшін не істеді? Жай түсіп отырды. Сөйтіп 23 жылда түсті. Оны кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін Хазіреті Абу Бәкір халифа болады. Хазіреті Абу Бәкір халифалық заманда Ямама дейтін соғыс болады. Мүсәйлемәтул Кәззаб дейтін 4 жалған пайғамбар шығады. Соның ішінде ең үлкені Мүсәйлемәтул Кәззаб не істейді? Мұсылмандармен соғысады. Сонда 70 қари сахаба шейіт болады, қараңыз. Құран жаттап алған 70 қари несі болады? Шейіт болады. Яғни өліп кетеді, ана дүниеге аттанып кетеді. Сонда Хазірет Омар, Алла ол кісіге разы болсын, Хазірет Абу Бәкірге не істейді? Ұсыныс айтады, өтініш айтады. Ей Омар халифа дейді. Ей Амирул Муъминин, өзіңіз көріп тұрсыз мінекей. Құранды жатқа білетін 70 сахаба қайтыс болды. Мына Құранды жинақтамасақ, кітап қаліне келтірмесек болмайды деген ұсыныс келтіреді да. Басында Хазірет Абу Бәкір бұл ұсынысты қабылдай алмайды. Қалай дейді, бұны пайғамбар істемеген нәрсе, мен қалай істеймін бұны дейді да. Сонда соңында бұны қабылдайды. Егер біз дәл қазір бұны жинақтамасақ, онда не істейміз? Құраннан айырып қаламыз дейді. Зайд ибн Сабит сияқты, Муаз ибн Джабал сияқты, Абдулла ибн Мас'уд сияқты, Хазірет Али, Хазірет Осман сияқты сахабалар не істейді? Бекітеді бұған. Ғалым сахабалар. Солар не істейді? Осыны жинақтайды. Сөйтіп бұл кітап халінде келеді. Бұның ең соңында Хазірет Османның заманда бұл не істейді? Көбейтіліп не істейді? Басқа жаққа таратылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірі, мінез құлқы Құран болған ардақтар ағайын. Хазірет Айша анамыздан сұрайды ғой, пайғамбарымыздың мінез жайында сұраған кезде сендер Құран оқымайсыңдар ма дейді. Пайғамбардың мінез құлқы дейді, ол Құран дейді. Яғни тірі Құран ғой, тірі Құран. Құранмен өмір сүрген адам, Құранның бүкіл ішіндегі барлығын біліп, сол үкімдермен өмір сүрген адамды не істейміз біз? Сол Құранмен өмір сүрді деп айтамыз. Ал егерде ол Құранды ақ матаға орап, аспанға іліп қойып, тек қана өлген адамдарға оқып, анда-санда бір жылда бір бетін сүйіп қойып, жаңағы бабаларым ас берген кезде, жаңағы 70-40 берген кезде ғана оқып қоятын болсаңыз, онда оның негізгі мақсаты орындалған болып есептелмейді. Құранды жақты, бұған дейін де жағып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүбәрак жүзін бір суреттермен карикатура жасады, солай ма? Осы жерде мен өзімнің пікірімді айтқым келіп отыр. Бұл әрине қазақтың сөзімен айтқан кезде ақымақтық таза. Ақымақтық. Неге десеңіз, бұл Құранды сен жағумен не істей алмайсың, жоя алмайсың. Ақиқатты не істей алмайсың, сен өшіре алмайсың. Сен өртеумен не істей алмайсың, ол қарапайым қағаз. Қарапайым қағаз, адам істеген қағаз ол. Ана харіптері қолмен, сол аппаратпен жазылған нәрсе бұл. Бірақ ақиқат ол емес қой. Түсініп тұрсыз ба? Әрине, біз қарсымыз. Бұны айыптаймыз. Біздің намысымызға тиіп отыр бұл нәрсе. Бірақ әрине бұл бір ойын, бір саяси ойын ғой бұл нәрсе. Біз оған кірмейміз.
Діни басқармамызда бас мүфти де өз несін айтты, пікірін айтты. Бұны айыптады, дұрыс емес екенін айтты. Бұл таза ақымақтық деп айыптады. Біз де сөйтеміз. Біз де соған қосыламыз. Бірақ менің айтқым келіп отырған ардақты ағайын, мен сол Түрк елінде өмір сүрдім, араб мемлекеттерінде өмір сүріп көрдім. Сол жақта араластым, базары бар, өмірі бар. Сол жақта мен қанша жыл өмір сүріп көрдім. Біздің елде де өмір сүріп жатырмыз ғой. Айтқым келіп отырғаны, Құранды біреу өртесе, немесе пайғамбарымыздың суретін салып карикатура жасап мазақ қылған кезде, өздеріңіз көріп отырсыздар, иә, әлемдегі мұсылмандарды сондай көшеге шығып, мыңдап, 100 мыңдап шығып, бұлай шулап жатыр, шулап жатыр. Дауыстары айқайлап шығып жатыр. Аллаху акбар, такбир жасап жатыр, басқа қылып жатыр. Тіпті керек болса өкінішке орай, қолмен де адамдарға зиян тигізіп жатыр. Бастарыңды шабам деп жатыр, неше түрлі жаңа шығып жатыр интернетте. Неше түрлі ұлттар бар жаңа, қызба, қаны қызып тұрғандар. Иә, ішінде түсінеміз, өкпе бар. Бұл дұрыс нәрсе емес. Бірақ бұл әрине саяси бір нәрсеге ойын болмауымыз керек. Ойынға біз құрал болмауымыз керек, сақ болуымыз керек. Аллаху субхана ва тағала, иә, қарсылығымызды айтамыз, жеткіземіз. Мінекей Құран аятын айтып қойып сіздерге. Ва инна лаху лахафизун. Біз түсірдік Құранды, оның қорғаушысы да біз деп тұр Алла тағала бұл. Пайғамбар саллаллаху атасы айтты ғой, мына Қағбаның егесі Алла деп, менің түйелерімді қайтар деген жоқ па? Абрахаға, дұрыс па? Абрахаға айтты ғой. Ей, мен сені мына Қағбаға жаны ашитын бір ақсақал ма десем, сен өзіңнің малын сұрап тұрсың ғой дейді ғой. Ей, Абраха дейді, Абраха. Сондай жаңа пілмен кеп тұрған Абрахаға сен қайтесің дейді, менің малым менікі ол мал. Сен маған қайтар оны. Мына Қағбаның егесі Алла дейді да ол. Аллаху субхана ва тағала жәшина бір жұдырықта болмайтын құспен есеп қойды. Аспанда мыңдаған құсты келді, екі аяғында ұстап алған тастармен ақ неседі. Ана бүкіл Абраханың әскерімен қосып, пілмен қосып, жермен жекесен қылып жіберді, қараңыз. Өрте тез жіберді, барлығын өлтіріп жіберді, қырып жіберді. Абраханың өзі зорға деген аман бар қалды, жараланды, бірақ соңында ол да өлді. Қағба Алла тағаланікі, оны қорғайтын Алла тағала. Құран Алла тағаланікі, оны қорғайтын Алла тағала. Бірақ менің айтқым келіп тұрғаны, неге деймін да біз осындай кезде, Құран жаққан кезде біз шулаймыз, айқайлаймыз, басқа қыламыз. Бірақ өмірге қарасаң, сол адамдардың өміріне қарасаң, өкінішке орай Құран жоқ сияқты. Сол адамның көпшілігі намаз оқымайды. Мен өз көзіммен көріп отырмын. Бұл бір шындықта қараңыздар. Пайғамбардың сүннетімен жүрмейміз. Пайғамбардың істеген істерін істемейміз, уәдемізде тұрмаймыз, қаншамайын айта берсе көп қой. Бірақ өкінішке орай не істейміз? Жаңағындай мазақ қылған кезде батыр болып шығамыз да ортаға. Нағыз батырлық ол емес, мен айтар едім ардақты ағайын. Нағыз батырлық сен Құранмен амал жаса. Сен Құранды үйрен. Құранды түсін сен. Алланың не айтқысы келіп жатыр? Осыншама аяттың бәрін бекерден бекер Алла тағала жіберген ба біздерге? Соны ойлануымыз керек. Құранның ішіндегі аяттарына амал жасауымыз керек. Алла тағала біздерге тек қана жалғыз Аллаға сыйын деп жатыр ма? Біз жалғыз Аллаға сыйынуымыз керек еді. Алла намаз оқы деп жатыр Құранда, намаз оқуымыз керек еді. Алла тағала ораза ұста деп жатыр, ораза ұстауымыз керек. Байлығың зекетін бер деп жатыр Алла тағала, біз зекет беруіміз керек еді. Құран-ы Кәримде уәделерінде тұрыңдар деп жатыр. Біреудің аманатына қол сұқпаңдар деп Алла тағала бұйырып жатыр. Зинаға жақындамаңдар деп жатыр. Қараңыздар, бұның барлығы Құдайдың әмірі, міне Құранда жазылған. Сен өміріңде бұның ешқайсысын істемейсің, бірақ біреу барады да сол қағазы Құран жаққан кезде не істейсің сен? Ортаға батыр болып шыға келесің да, мінекей. Екеуінің осы жерде не істейді? Бір-біріне сәйкес келмейді, байланыспайды осы жерде. Осы жер онша келмей тұр да. Яғни айтқым келгені, сен Құранмен амал жасап жүрсең, қолынан келгенше, иә, соны жаттап, соны үйреніп, сол Құранмен өмір сүріп жүріп, сол сөзді айтсаң, мысалға жаңа батырлығын көрсетсең, онда жарасар еді да, қараңыз. Біздің өкінішке орай деп айтарым, ардақты ағайын, мұсылмандардың қазіргі осындай бейшара халге түсуіміз, осындай әлсіз болуымыз, әркімнің жаңағы сөзіне мазақ болуымыз бар ғой, біздің бірлігіміздің жоғынан. Біздің осындай қолымызда қасиетті Құран бола тұра сонымен көп амал жасамауымыз. Сол Құранды тіпті керек болса, айтайын сіздерге, қанша жылдан бері намаз оқып жүрген адамдардың өзі көпшілігі Құран оқу білмейді әлі күнге шейін. 20 жыл намаз оқиды, бірақ Құран әлі оқи алмайды. Бұл қандай сылтау бұл? Құран үйретіліп жатқан, тегін үйретіліп жатыр. Ұстаздар тұр мына жерде. Уақыт еш уақытта жетпейді. Мына тіршілік еш уақытта бітпейді. Қарасаңызшы, Құдайдың қасиетті Құранын сіз мұсылман бола тұрып, сіз оны оқи алмасаңыз, қараңыз, түсіну былай тұрсын, тәпсірін, арабшасын терең оқу былай тұрсын, ең құрғанда арабшасын оқи алмасаң енді, бұл ұят қой енді, масқара ғой енді, масқара ғой. Солай ма? Ал енді сіз Құранның жаңағы арабшасында білмей оқи алмайды, басқа алмайды, тіпті керек болса өкінішке орай
Енді әрі қарай көп нәрсе айтқым келмей тұр да, аузында темекі, өкінішке орай. Яғни қалай болса солай өмір сүреді, бір-бірін алдайды, басқа қылады. Азан шақырып жатыр намазға, базарда тұр ана жерде. Құран сайрап тұр, мына жерде магнитофонда тұр. Азан шақырып жатыр мешітке. Намазға бармайтын адам, қараңыз. Яғни, қараңызшы, аты мен заты сәйкес келмейді да. Демек, менің айтайын дегенім, ардақты ағайын, біз Құранымызды бұлай сақтай алмаймыз. Алла тағала өзі қорғап қойған ғой, бірақ біз өзіміз қамқор болу үшін, ішіміздегі намысымызды білдіру үшін бұлай білдіре алмаймыз. Біз сол Құран аяттерімен қашан амал жасаймыз, қашан сонымен өмір сүреміз, сол кезде бізге не істейді, бұл әсер етеді. Аллаху субхана ва тағала Сад сүресінде, бисмиллахир-рахманир-рахим, китабун, ол сондай Құран, анзалнаху илайка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Ақыл иелері үшін арналған, қараңыз. Саған аяттарын ойлансын деп, әрі ақыл иелері үгіт алсын деп мүбәрак бір кітап түсірдік дейді, қараңыз. Үгіт алсын, ойлансын. Яғни бұл жай нәрсе, Құран деген жай келген жоқ біздерге. Құран жай үшін тек қана өлген адамдарға Құран бағыштау үшін келген жоқ, ардақты ағайын. Құран ақ матаға орап аспанға іліп қою үшін келген жоқ. Құран немесе портрет қылып іліп қойып, аяtul курси фатиха іліп қою үшін ғана келген жоқ. Құранмен өмір сүру керек. Мына телефонда қаншама Инстаграм, WhatsAppта, басқа да неше түрі шығып кетті ғой қазір. Сообщениені біреуін жібермей оқып жатырмыз. Бірақ 14 ғасыр болды ма Құранның келгеніне? Қаншасын оқыдық, қаншасын түсініп жатырмыз? Алла не айтып жатыр мына Фатихада? Мына Ықылас сүресінде не айтып жатыр Алла тағала? Неге осыншама аят Алла тағала біздерге жіберді деп ойланып жатырмыз ба? Мінекей, осыған көңіл бөлейік. Осыған бас қатырайық, ардақты ағайын. Абай атамыздың енді бұған қас айтқан сөздерін білесіздер, иә? Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Біздің Абай аталарымыз. Абай атамыздың әжесі, Зере әжесі қайтыс болған кезде, Абай атамыз бұны Мұхтар өзінің Абай жолы романында осының бірінші томында баяндайды. Сонда өзі оққан екен, хатым жасаған екен Абай атамыз. Сонда бір аптада хатым жасаған екен ол кісі. Сонда Құнанбай әкесі ғой енді дастарханның үстінде отырған кезде жай оқиды екенсің деп айтқан екен, жай оқиды екенсің деп. Сөйтсе оған дейін сол Құнанбай қажы әкесі сол небір басқа имамдарға, молдаларға оқытады екен де, олар тез оқиды екен. Бір аптада 2 хатым жасайды екен да. Ал Абай атамыз істеп отыр, 1 хатым жасап отыр ғой. Сонда әлгі Мұхтар өзі айтып отыр да, ол кісі өзінің анасына сондай асықпай, ықыласпен, асықпай оқыды дейді да ол кісі. Түсініп тұрсыз ба? Абай атамыз не істеген екен, ардақты ағайын? Өзінің әжесіне не істеген екен? Құран хатым түсірген екен. Бұл біздің бабаларымыздың осы Құранмен өмір сүріп, сол Құранды білген, оқи білгендігін естеп отырмыз, біз осы жерден аңғарған боламыз. Яғни және өзінің өлең жолдарында Құранды түсініп, сомен өмір сүргендігін біз өлең жолдарынан байқаймыз. Ол кісінің таухидтан бастап, Алла тағаланы бірлеуден бастап қаншама мәселені өзінің өлең жолында айтып кеткен. 45 қара сөзінде қаншама осы Құранға қатысты, аяттарға қатысты мәселені айтып кеткен Абай атамыз. Әрине, оны түсінсек, амал жасасақ қанекей. Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ, мүмин болсаң, үйреніп сенде ұқсап бақ. Абай айтып жатыр, Құран рас, Алланың сөздер, ол тәуилін білер ғылымың шақ дейді. Тәуил, яғни бұл жерде не істеп отыр? Оның астарын, тәпсірін оқып, мағынасын терең түсінуге шақырып отыр Абай атамыз. Және өзі айтып отыр, өзі істемесе ол тағы жараспайды ғой. Демек, Абай атамыз не істеп отыр? Оны терең түсініп, оны терең оқып отыр да. Олай болса, ардақты ағайын, Құран бүкіл исі мұсылманның қасиетті кітабы. Құранға иман келтіру иманның шарттарынан. Құранды кімдегі бір аятын жоққа шығаратын болса, діннен шығып кетеді. Құранның ішіндегі аяттарды біз түсінуіміз керек, үйренуіміз керек, онымен амал жасауымыз керек. Ертең бізге шапағатшы болатын қасиетті Құран. Муъжиза, пайғамбардың ең үлкен муъжизасы осы қасиетті Құран-ы Кәрим, ардақты ағайын. Сондықтан да Құранымызды үйренейік, оқиық, біздің құрметіміз сол кезде көрінеді, ардақты ағайын. Құранымызды амал жасайық. Мына балдарымызға, қыздарымызға, немерелерімізге Құран үйретейік. Аллаға шүкір, қазір қарилар көбейіп келе жатыр, альхамдулилля. Әйел кісілер де бар, ер кісілер де бар. Сол қыздарыңызға Құранды үйретіңіз. Және сол Құранның аяттарын түсіну үшін араб тілінде үйренсін ол. Және не істейді? Сол аятты түсінген сайын біздің балдарымыз осы елді, отанды қорғайтын, иманды болып өседі. Құранды білген бала, пайғамбар таныған бала не істемейді, еш уақытта өтірік айтпайды. Ол әрқашанда өзінің еліне, жер жанашитын азамат болып, азаматша болып өседі. Ол еш уақытта біреудің ала жібін аттамайды. Ол еш уақытта біреуге зиян тілемейді. Мінекей, сонда Құран көп оқыған, Құран көп амал жасалған елде Құдайдың берекесі жауады, ардақты ағайын.
Біз жылдан жылға альхамдулилля елімізде қарилар да көбейіп келе жатыр. Алла тағалам сол қариларға қуат берсін, ұстаздарымызға қуат берсін, және біздің де балдарымыз сол қари құрра болсын, хафиз болсын, тақуа сондай пенделердің қатарында болсын иншалла. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, әрқайсымыздың дұға тілектеріміз қабыл болсын. Альхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.